бизнестің несін түсіндіре салайын, өйтіп мысалы. Бізде қазір еще бізде ситуация бар ғой. Бізде мысалы традиционный бизнесе обычный. Мынау жаңадан келген қыздарға бір ауыз сөз түсіндірейін. Мысалы сіз бизнес аштыңыз, тамақ сататын, азық түлік сататын дүкен аштыңыз, ол оған ақша төлейсіз. Потом оның несі бар? Аренда бар. Ақша төлейсіз. Сіз де көрдіңіз бе? Иә, содан кейін ол жерде сол кезде бастап айттым ғой, мені істеп алғанмын. продавец сатушы. Сатушы аласыз. Болды, ақша. Содан кейін техничка, помещение. Товарға ақша саласыз. Товарға ақша салу керек. Товарымыз бар. Поставщик бар, поставщик әкеліп тұратын. Вот реклама жасайсыз, не знаю, или реклама жасамайсыз. Инстаграм бір нәрсе кетсе қазір тоже реклама жиып Товар толтыруымыз керек ма? Товар, сабын, помещение. Ол өте өтпей продавец. Потом еще налоговый неменесін төлейсіз. Потом мана орындық үстел, оборудование аласыз, ине түйме жіп түгін аласыз, гүлге дейін мынаның бәріне бөл ақша. Потом ол сіз ақша табасыз ба, таппайсыз ба, оны қанша айда кіре салған айда сіз оны прям мен көрген жоқпын, кіре салған айда ақтаған. Жылдап келеді. Онда сіз тіркелдіңіз. Тегін. Мына жер тегін. Аренда төледіңіз ба? Келдіңіз. Қанша келдіңіз? Төледіңіз же? Төлеген жоқсыз. Сатушы. Міне отыр. Любой осындай магазиндер бізде 40-тан астам магазин. Басқа мемлекетте айтып, Турцияда, Дубайда да. Семейде біреу. Украинаға барасыз, Беларусьта қай жерге барасыз? Түгел жерде осындай аренда төлемейсіз. Жұмыс істей бересіз. Міне суыңыз бар. Компания менің өзіме 2 офис ашып берді. 2 офис ашып берді. Біреу Ридерде, біреу міне Зайсанда, мен осы жол бар екен, мен сіздерге көрсетемін. Бұрын енді здание ескілеу болған, қазір не жаңа зданияда. Ойлаңыздаршы, ондай мүмкіндікті кім нетеді? Шығын компания көтеріп. Бүкіл шығынын компания көтеріп алып отыр. Мысалы үшін, қазір мен сіздерге көрсете салайын, мынандай нәрсе. Компания маған ашып берді. Дәл Осы сияқты менде 2 офис бар, ойлаңыздар. Компания қандай күшті мүмкіндік жасаған. И су дайын тұр. Ол жерде де любой адамдар келіп отырып жұмыс жасай береді. Мен айтпаймын, неге кіресің, неге шығасың деп айтпаймын. Аренда төле деп айтпаймын мысалы. Ана жерде мен сатушы қызым тұр, соның ақшасын төлеп бер деп айтпаймын. Өйткені бәрін компания төлеп отыр. Маған мүмкіндік беріп отыр. Ойлаңыздаршы, қандай жақсы. Товарооборот жасап жатыр. Ол да бір плюс нәрсе. Любой жерде, қай сетевойда сондай жағдай жасап қойған. Қай сетевойда айтыңызшы. Супермаркет бар. Бізде Астанада бар, Ақтауда бар, Шымкентте бар. Қай? Ойлаңызшы. Мұның барлығы біздің компанияның және мүмкіндігі. Енді қараңыз, міне. Сол сияқты менде бар, сатушы отырады. Қай қалағасың, есіктеп кірістің, сен ол несін. Солай. Мысалы үшін сіз мен алдында самолетпен кетіп бара жатырмын, біреулер заказ берді. Тарс онлайн заказ жасадым. Даже мен онлайн жасай салдым. Барып ала салдым мысалы үшін. Келді, Семейге кетіп бара жатырмын, мен мысалы үшін Алматыға ұшып бара жатырмын, қасымда тұрған қызға саттым. Заказ жасадым, мысалы үшін барып ала салды. Түскеннен кейін Алматыдан. Или біреу звондап қалды Семейден. Онлайн заказ жаса қойды. Сол кісі келіп ала салды. Тіркедік, өзінің атынан жасады, ала салды. Ойлаңызшы, қалай удобный. Сен мына дүкеніңде Алматыға кетіп бара жаттың ба? Жауып кетесің десің. Сосын айтпайсың ғой, Гүлмира, ана ненің кілемнің астында жатыр. Сигнализация керек. Сөйтіп айтпайсың, дұрыс айтасың, сен өйтіп айтпайсың ғой мысалы үшін. Мына жерде бәрі онлайн сата бересің. Дүкеніңді жауып кетіп қалмайсың. Сотканың ішінде ғой. Бұл жерде жұмыс жасайды. Удобный. Поставщик деген газель ме, КамАЗ ба өйтіп қойып әкеліп. Сатсаң болды. Сатасың ба, КамАЗдар әкеліп. 5 КамАЗ әкеліп. 5 КамАЗ сатсаң. Реклама деген WhatsApp, Instagram, Telegram, не знаю. Отырған жерде, қонақта тұрғанда қасындағы кісіге айтсаң. Бір жерге барғанда жәнегі сіз подарка бересіз, ол да реклама. Холодный контакты, немене деген, горячий деген сияқты. Сондай бәрі бар енді.
тізім құрғанда оның барлығы жеке сабақ. Мынаны осыны қараңыздаршы, мен дүкен ашпақшы болдым. Мен негізі мамандығым мұғалім, информатиктің. Біраз жыл мұғалім болдым, одан кейін әртүрлі мамандыққа ауыстым, брокер болып істедім. Енді көп кішкентай өзімде бір бизнес бастап көрдім. Потом мына осылай магазин ашайын деп ойладым. Сосын аренда іздесем, жаңа салынып жатқан үйлер жақтан. Аренда емес, помещение іздедім. Помещение іздесем, рұқсат керек екен. Бір үй сатып алайын деп сөйтіп ойладым. Одан кейін сол үй сатып, соны магазин жасайын деп ойлағам ғой. Көршілердің несі керек екен. Ол көршілер рұқсат етпейді екен. Деп бәрі екі балдардың төбесіне қойып қашады ғой, мысалы үшін. Содан кейін енді мысалы үшін мынау ақша керек. Оған ақша керек. Одан не өзің тұрасың, таңертеңнен кешке тұру керек. Ал кезде менің балам кішкентай болды, еще аурушаң болды. Өте көп ауыр. Екінші балам да көп ауырды. Бронхит, пневмония постоянно больница. Мен кешке мына жерде тұрсам магазинде. Менің балам жағдайы не болды? Енді өкпе деген маңыздар шығар. Иә? Сөйтіп мысалы үшін. Содан мен мынаны ашқан жоқпын. Ай сайын ақша алып отырмын. Бұдан бөлек 6 миллион компанияның қайтарымсыз. Компанияның мен қайтарым қажет жоқ. Процент ештеңе төлеген жоқ. Просто маған счетыма есептеп берді. 8 миллиондай ақша таптым ғой, солай да. Адам деген өте көп. Продукция міне жақсы. Сата беріңіз, адам деген көп продукцияны алатын адамдар да көп. Просто ұсыныңыз дұрыстап. Әр адам айналаңыздағы түгел алып осыны қолдану керек. Мен көп балалы семьядан шыққам, 8 балалы. Жолдасым 7 балалы семьядан шыққам, мысалы үшін. Қарапайым ауылда тұрған адамдармыз. Мен бір жерге бір саяхат жасайын деп мен арманда көрмеппін негізінде. Сон бұрын бір компаниялардан маған сөйтіп приложение түсетін. Жаса көрсеңізші, сіз не? Енді пысықтаусы ғой, бір нәрсемен айналысып жүресіз деп маған айтатын. Немене десем, ақша табасың, адам шақырасың, потом путешествие бар деп айтады. Сон мен айтатын, ой, путешествие не қылған, не керек деп. Сөйтіп ойлайтын, не керек ол? Енді не арманың бар? Это мен кіртегенде күйеуім екеуміз чай ішіп отырсақ деп. Мысалы мен даже сондай бір нәрсені армандай да алмайтын. Біліңіздерші? Енді қазір қарап отырсам, осы компанияда Дубайға бардым, Египетке бардым, енді бармаған жерім жоқ деп айтуға болады. Москваға бардым. Иә? Компанияның жаңағы бонусы арқылы. Тревел бонусы компания зарплатамнан бөлек төлеп отыр. Біліңіздерші? Қандай күшті. Жақсы. Сіздерге де жұғысты болсын.